Сіз бұл видеода 2012 жылғы ақырзаманда неге кейбір ғалымдар мүмкін деп ойлағанын, бірақ болмағанын, Жәнібеков деген астронавттың зерттеулері не үшін 10 жылға дейін құпия сақталғанын білетін боласыздар. Сіз мынадай видеоларды интернеттен көрген боларсыздар. Осылай айналып келе жатып, ойсын ауыстырады, тағы келе жатып тағы ауыстырады, және белгілі бір уақыт периоды бойынша жалғаса береді. Бұл гравитация сезілмейтін жағдайда болатын құбылыс. Негізіне алғанда бұл ғарыш станцияларында болатын құбылыс, және бұл құбылыс Жәнібеков эффекті деп аталады. Кеңес ғарышкерінің құрметіне қойылған кей жерлерде бұны тіпті теннис ракеткасының эффекті, теннис ракеткасының теоремасы деп атайды, ал қазір толығырақ айтатын боламыз. 1985 жылы кеңестерге зақымданған ғарыштағы станциялары Салют-7-ні жедел түрде жөндеу керек болады. Миссия шынымен қиын болған. 25 маусым күні осы станцияны құтқару барысында космонавт Жәнібеков осы құбылысты байқап қалады. Енді ғарыш станцияларында болттар, гайкалар көп қой. Жүктерді тасып барлығын орнына келтіріп жатқан кезде олар осындай гайканың қазақшасы сомын екен, сомының айнала бастағанын көреді. Шамалы уақыт ол алдыға қарап өз осыны айнала бастайды. Сосын артқа қарап өз осыны айнала бастайды. Осылай жалғаса береді бір белгілі бір период бойынша. Бұған сырттан келетін күш әсер етеді деп айту өте қиын, өйткені гравитациясы өте минимум жерде, минимум жағдайда тұр. Еш нәрсе әсер ете алмайды. Бұл түсініксіз феноменді астронавттар ғалымдарға түсініспеушіліктер туғызды. Кеңес одағы бұл экспериментті 10 жылға дейін зерттеулерді 10 жылға дейін құпия қылып тастауды ұйғарады. Бірақ не үшін құпия ұстады? Видео басында біз бұл эффект тағы да теннис ракеткасының теоремасы эффекті деп атағанын айттық. 1989 жылдары Journal of Dynamics and Differential Equations деген журналда осы эффект туралы бір зерттеу жұмысы жарық көрген болатын. Ол жұмыста олар неліктен теннис ракеткасында осындай біртүрлі құбылысқа ие екендігін математикалық зерттеулер, есептеулер арқылы түсіндіріп кетеді. Теннис ракеткасын алайық. Оның 3 айналатын осі бар. Біріншісі ұзыннан бойлай айналатын осі, ол былай айналады. Екіншісі дәл ортасынан былай айналуы. Ал үшіншісі, қалай айтсақ болады, тігінен десек дұрыс болар, көрсете салайын, шаммен осылай айналатын болады. Бірінші ось бойынша айналдырғанда ол тез айналады, өйткені масса симметрия бойынша жақынырақ орналасқан. Ал үшінші ось бойынша айналдырғанда жай айналады, өйткені масса центріне масса симметрияны бойлай алысырақ орналасады, және кәдімгідей айналады, ешқандай артық қозғалыссыз. Ал енді мына екінші ось бойынша айналдырсақ, бізге негізі керек емес бір айналу пайда болады. Аспанға лақтырсақ тігінен ол тағы да жарты айналым жасайды. Бұдан арылу мүмкін емес, көріп тұрғандарыңыздай. Бұны теннис ракеткасымен жасай аласыздар, немесе қолыңызда телефон болса, оны да айналып тұрсаңыз, осындай жарты айналым пайда болады. Бірақ бұндай жарты айналымдар барлық объекттерде пайда бола бермейді. Мысалы, скотчты алсам, кәдімгідей айналып тұр. Бұлай айналу үшін 3 осінен айналуы бір-біріне ұқсамауы керек. Енді бір қызық басталады. Бұл теннис ракеткасы туралы теорема жаңағы зерттеулерде кездесті деп айттық қой. Негізінен физикалық талдаулар 150 жыл бұрын Луи Пуансо деген математиктің түсіндірмесінде де берілген болатын. Космоста, жай ғана біз космоста ондай нәрсені көрген жоқпыз, өйткені ғарышқа ұшқанымызға небәрі 60 жыл болды. Демек ол туралы ғалымдар білген, бірақ космоста қалай болатынын, ғарышта қалай болатынын білмеген. Сондықтан Кеңес Республикасы осы нәрселерді 10 жылға дейін құпия ұстады. Бірақ тағы да қарап көрейікші, не үшін құпия ұстағанын. Жәнібеков осы құбылысты көргеннен кейін гайка барашканы алып пластилинмен жабыстырып, шамамен осындай қылғанда ол да бір период бойы 180 градусқа айналып тұрды. Және білесіз бе, жерде осындай қалыпқа ие. Яғни осы гайка барашканы пластилинмен орап тастаған сияқты. Және жерде де 3 осі бар. 3 осі емес, көп осі бар. Және әрқайсысы әртүрлі. Яғни гайка барашка сияқты жер планетасы да дәл сондай айналуы керек. Демек, жерде бір кездері орнынан 180 градусқа астыға айналып кетуі керек. 2012 жылы
Осы нәрселерді кейбір ғалымдардың өзі қарап жер айналып кете ма деп қауіптенген. Сол жылдар өздеріңіз де білетін шығарсыздар, майя күнтізбесі бітті деп көбісі паникада болды. Кейбіреулер жердің астына бункер сала бастады, не үшін екені белгісіз. Ал негізінде бұл туралы эксперименттерді Дональд Петтит 2003 жылғы миссиясында тексеріп көрген болатын. Сол жылғы миссиясында ол микрогравитация аймағында сұйықтықтың инерция моментіне әсерін зерттеді. Ішіне кірмей-ақ қояйын, ол іші сұйықтықпен толтырылған ыдыстарды алып зерттеп көрді. Негізінде 3 негізгі ось бар делінген теннис сияқты айналуларды қажет болған объекттер бірінші және үшінші осінде айналып келе жатып, екінші осінде айналуын бастағанда солай жалғастыра береді және одан кейін остен ауытқымай солайынан кете береді. Ал планеталардың астына магма, вулкан сияқты сұйықтықтар негізінде мына ыдыстың ішіндегі сұйықтық сияқты әсерін тигізеді. Сондықтан да бүкіл дерлік планеталар екінші осінен айналуларын тоқтатпайды, яғни солай жалғастыра береді. Екінші осымен айналып келе жатыр ма, солай до конца соңына дейін барады. Сондықтан біздің айтып жатқан күнбатыстан шығып кете ме деп қауіптеніп жатқан нәрселеріміздің барлығы бос сөз. Олай қорқуға болмайды. Өйткені жердің ішкі қабаты, сыртындағы биік таулардың барлығы қанша жылдар бойы осы айналуын қалыптастырған және бұл солай жалғаса береді.